4 миллион 400 мың теңге. Бұл Ресейдегі дүниеге келген екінші балаға берілетін жәрдемақының көлемі. Не дейді? Бізде бұл ақшаға алғашқы жарнасын салып пәтер немесе жаңа көлік алуға болады. Ал бірінші балаға 639 мың рубль немесе біздің ақшамен 3 миллион 195 мың теңге береді екен. Ал Ресейдің ана капиталының сомасы бірінші балаға 639 мың рубль, 3 миллион 195 мың теңге, екінші балаға 883 мың рубль, 4 миллион теңгеге тең. Депутат Саиров деректерді айту барысында қателесті ме? Бірге тексерейік. Ақпарат сәл бұрмаланған. Ресейдің еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараты бойынша биылғы жылдың 1 ақпанынан бастап баланың ана капиталы 3 миллион 86 мың теңгеге көтерілді. Екінші дүниеге келген балаға 1 миллионға жуық жәрдемақы беріледі, сонда 4,4 миллион қайдан шықты? Енді қызықты қараңыз, бірінші бала мен екінші балаға төленетін ақшаны қосқандағы сома екен. Яғни депутат бірінші балаға 3 миллион 195 мың, екінші балаға 4,4 миллион беріледі деп манипуляция жасаған. Ты втираешь мне какую-то дичь. Ал бізде қанша төленеді? Бірінші, екінші және үшінші балаға бір рет 140 мың теңге беріледі. 140 мың, ойлаш? Еще 3 балаға да бірдей сома. Ал егер сізде 4 не одан көп балаларыңыз дүниеге келсе, 232 мың аласыз. Бұл еще өскені ғой. Сіз балаңызға қанша жәрдемақы алып көрдіңіз? Ол ақшаны қайда жұмсадыңыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.